Ассалаумағалейкум. Бүгін құймақ жасаймыз. Өте дәмді және тез. Ұнға қант қосып, 2 жұмыртқа қосамыз. Жылып тұрған сүтті жартысын қосып араластырамыз. Араласқаннан кейін қалған сүтті қосып, сұйық майды қосып, тағы араластырамыз. Кішкене жарты сағаттай қойып қоямыз қамырымызды. Сосын қызып тұрған табаны алып, соған 1 қасық, 1,5 қасықтай құйып, құймағымызды 2 жақтан әр 1 секундтан пісіріп аламыз. Өте дәмді блины болады. Жасап көріңіздер. Маған лайк басуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.